Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздерге алғаш рет осындай форматта видео түсірейін деп отырмын. Және де барлықтарыңыздан қолдау күтемін. Себебі қатты қобалжудамын. Менің видеом қалай шығады екен деген сияқты. Жалпы көптен бері бұл видеоны түсірейін деп ойлап жүргенмін. Ойлар келді, что мен осындай видео түсіруім керек деп. Бұл жерде ешқандай да сценарий, жаттап алған сөздер жоқ. Тек қана шын жүректен сіздерге пайдалы болатын видео түсіргім келді. Егер менің болашақта видеом ұнап, осы видео жалғасын тапсын десеңіздер, міндетті түрде лайк, комментарий, қолдау күтемін сіздерден. Менің бұл видеоны түсіру мақсатым әрине елдерге жақсы ой салу, армандауға, алдыға мақсат қоюға, жоспар жазуға деген сияқты. Кейбіреулер, менің ортамда да араласатын адамдар бар, кейбіреу сенбейді. Мен осыдан 2022-2021 жылдан бастап мен өзім армандар картасын жасай бастадым. Әрине сол жылдары карантин болды, онлайн уақыты болды. Сол уақыттарда сондай үйде отырып армандар картасын жасау, өзің армандарыңды жазу дегендер өзі тренд болып кетті ғой. Сол моменттерде маған сондай Алла Тағала ой салып, мен өзім армандар картасын жасадым. Бірақ та қазір ойлап қарасам, ол кезде қандай оймен, енді армандайсың ғой, бірақ та сонда да ол кезде бір андай сол орындалып кетеді ау деген бір іштей бір қатты сенім болмады да. Әйтеуір өзім қалаған суреттерімді жапсырып, өзім қалауымша жаңағы принтерімнен шығарып, видеоны солай ғана жасай салған болатынмын. Кейіннен бірнеше жылдар өткеннен кейін ғана мен көзім жетті, что мен армандарым орындалғандығына. Содан сол армандар картасынан кейін мен осындай блокноттарды арнап 2023-2024 жылдары осындай блокноттарға армандарымды жаза бастадым. Арман ғана емес, арман, мақсат, жоспар, жалпы тілектерімді, дұғаларды, сондайларды жаза бастадым. Содан Құдайға шүкір, барлық жазғандарым сол армандар картасына жапсырған, жаңағы суреттер жапсырасың ғой, армандап, соның барлығын 90% орындалды. Және менің мақсатым мен сияқты армандай біліңіздер, армандауға өздеріңізге рұқсат беріңіздер, болашақтарыңызды көздеріңізге елестетіңіздер. Бұл мүмкін, әрине барлығы Алланың қалауымен, барлығы бұйыртса орындалады. Бір Аллаға сеніп, Аллаға тапсырып, армандарыңызды жазып үйреніңіздер. Ол болмайтын нәрсе, ол орындалмайды. Менің ортамда да адамдар бар, айтатын, жоспар құруға болмайды, алдын ала жоспарласаң ол орындалмайды. Сол айтатындар бар, әрине. Бірақ та мен өзім енді басымнан өткендіктен мен орындалатынына сенемін. Сондықтан осы видеоны түсіріп отырмын. Мен сияқты жастарға, менен де жас қыздарға, армандай алмай жүрген қорқатындарға, армандаудан қорқатындарға бір кішкене үміт сыйлайын. Олар да армандарына жетсін, ойлап жүрген мақсаттарына жетсін деген мақсатпен осы видеоны түсіріп отырмын. Бұйыртса енді Алла Тағала ниетімді қабыл етеді деген ойдамын. Әрине алдыда қасиетті Рамазан айы келе жатыр, сондықтан жақсы ниетпен армандарыңыздар. Жылда енді ғана басталып жатыр, 2026 жыл. Бұйыртса 2026 жылға, 2027 жылға, келе жатқан 5 жылға осылай армандарыңызды жазып үлгеріңіздер деп айтқым келеді. Ал ендеше мен бөлісейін. Мен көптеген таныстарым айтады, біледі, жалпы инстаграмда да, ютубта да армандар картасын жасағанымды неше жылдан бері енді біліп жүр. Бірақ та қайсысы орындалды, қайсысы орындалмады, оны білмейді. Сондықтан сондай қызықты видео болайын деп тұр. Қазір мен барлығымен бөлісемін сіздермен. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді ең алдымен осы ең алғаш жасаған армандар картамнан бастайын деп отырмын. Бұл жерде көрсеңіздер осылай 2А4 бетке осылай жасаған болатынмын. Бұл енді уже сарғайып кеткен, шкафқа жапсырып қойған ғой. Осы армандар картасын қай жылда жасадым, тіпті қай жыл жасаған
нақты есімде болмаса да, бірақ білемін 2020, 21, 22 примерно сол карантин уақыттарында жасаған. Жыртылып қалмасын деп скотчпен бетін скотчтап тастаған ғой. И жаңағы суреттерді барлығын сол компьютермен жасап шығарып, осылай жасап қойған болатынмын. Енді көріп отырсаңыздар, ең алдымен мен айтқым келеді. Сіздер білесіздер, ең бірінші мен осы жерде орындалған арманым, ол біз Алакөл ауданында, Үшарал қаласында осылай 2 бөлмелі үйлі болдық. Ол мен ойлаймын, ол бізде мынау жаңа картинка. Мен мына жерде қазір мен түсінбей тұрмын да, не үшін мен 2 үй, мына жаққа үлкен үй, сондайларды не үшін көрсеттім екен деп. Сол кезде де түсінбедім өзім, бірақ та әйтеуір көрсете салдым. Оған мән берген жоқпын. Бәлкім осындай, бәлкім мынандай үй болсын деп ойлаған шығармын дедім да. И сосын сөйтіп 2023 жылы осылай Үшарал қаласынан 2 бөлмелі үйді аламыз. Примерно осындай ремонт болады жаңағы. Сосын 2022 жылы үй аламыз. 2023-те біз уже осылай, мен тура осы аппақ көлік, осындай жаңағы Hyundai Tucson дейді ғой, сондай алғым келетін всегда. Ақ кроссовер алам, салоннан алам деп всегда айта беретінмін солай. Бірақ өзім былай іштей сенбей тұратынмын. Ол қайдан салоннан алам, 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін бәлкім ол арман орындалатын шығар деп ойлайтынмын. Бірақ та күйеуім айтатын, саған осындай Тиго, сондай бір ескі машина алып беремін, сонымен үйренесің, сосын барып жаңағы новый машина сразу мінуге болмайды, жаңа көлікті мінуге болмайды деп айтатын. Бірақ та мен әрқашан айтатынмын, жоқ, мен осылай салоннан аламын, мен ескі көлікті мінбеймін, оны жасау керек, оның жұмысы көп, сразу салоннан ала салу керек деп әдейі, енді просто қалжыңдап прикол үшін айтатынмын. И всегда осылай ішінен осылай аппақ көлік, кроссовер болса деп армандайтын. Енді қарап тұрсаңыздар, менде жаңағы қазіргі уақытта барлығы біледі. Біз сөйтіп 2023 жылы JAG автокөлігін алдық салоннан. Ол да сондай случайно, мен өзім сенбедім. Бізге сондай көлік алатынымызға, сондай бізде қаржылық жағынан солай шамамыз жететініне қарап тұрсаңыздар, бұл да бір Алланың құдіреті да. Мен тіледім, армандар картасына қостым, всегда аузымда айтып жүрдім. Соның барлығы кәсі бекер емес екен. Енді мына екінші бетіне өтетін болсақ, мына жаңағы үйіміз алдық, мысалы бір үй. И сосын қарап тұрсаңыздар, мынаны не үшін болсын десем, қазір түсініп жатырмын. Біз 2024 жылы Астана қаласынан да 2 пәтерлі үй алдық. Сол акасы мына екінші үй екен. Енді осындай коттедж алуға қалды. Мынаны мен кәдімгідей бір алдағы 10 жылдыққа бірақ жасаған сияқтымын ғой. Сосын осындай ұлт ұстазы, ғасыр ұстазы деген медальдар алсам деп өзімді қойып қойғанмын мына жерге. И және де шетелге барып демалу деп жазып қойғанмын. Және менің подписчиктерім, таныстарым біледі, что мен жақында осылай Түркияға тур ұтып алдым 2026 жылы. Осы арманымда орындалайын деп жатыр бұйыртса. Және ұлт ұстазы, алаш ұстазы, ғасыр ұстазы, ол енді осындай атақты алмасам да, мен ойлаймын, осы ютубты 5-6 жыл болып жүргізіп келе жатқаныма, және де менің ютуб арнамда көбінесе мұғалімдерге қатысты пайдалы ақпараттар көп. Ол да енді бізде жаңағы республика бойынша тәжірибе таратуға жатады ғой. Сол үшін бұндай енді медаль алмасам да, бірақ сондай бір дәрежеде өзімді көрсетіп жүрмін деп ойлаймын. Сондықтан 90%-ға осылай менің армандарым, осы армандар картасындағы армандарым орындалды деп айтса да болады. Енді келесіне өтсем, келесі менде мынандай блокноттарым бар. Енді нүкеннің жапсырып салғандары сыртына анализ тапсыратын наклейкаларды жапсырып қойған ғой. Ең алдымен мына блокноттан бастасам, себебі ең алғаш жаза бастаған блокнотым осы, ең ескісі. Осы жерде мен 2000 жылдан бастап жазғанмын. 2023
үчтен бастап жаздым ғой. Я 2023-тен бастап жазыппын. Бұл жерде мен продвинуть свой английский деп каждый орындалған мақсаттарыма, армандарыма жаңағы птичка қойып отырғам. Былай көрсетсем де болады. Продвинуть свой английский деппін. Мен ағылшын тілімен 2023-24 жылы қатты заниматься еттім. 2023 жылы 3 айлық курс сатып алдым. 2024 жылы 2 айлық IELTS курс сатып алдым. Сосын 2024 жылы тағы да жазда курс сатып алдым. Сосын тістерімді емдеу, лечить зубы деп қойыппын. Өздеріңіз түсінгендей, бұл жерде мен тағы да айтып кетейін, кейбірін қазақша, кейбірін орысша жаза берген. Лечить зубы деппін. 2024 жылы Астанаға келмес бұрын міндетті түрде өзім барлық тістерімді емдетіп алған болатынмын. Сосын пройти курсы деппін. Бірақ қандай курс екенін жазбаппын. Бірақ мен осы YouTube курсын сатып алдым Гүлжанат Нұрышевадан. Және де Инстаграмда жүргізу магнит сторис курстарын Ағырке Әбілханнан танитындар болса, сондай курс сатып алған болатынмын. Және де бағанағы сол ағылшын курстарым, видео түсіру бойынша курстар болды. Келесі категориядан өту деппін. 2024-те мен педагог эксперт категориясына өтіп, сол категорияны алдым. Сосын YouTube канал ашу деппін. YouTube канал аштым, жүргізіп жатырмын. Сосын видеолар түсіру деппін. Видеолар түсірдім. Және де фотоаппарат немесе iPhone алу деп жазып қойыппын. Ол кезде менде походу iPhone болған жоқ. Сосын iPhone 11-ді алдым. 2023-те ме? Жоқ, 2022-де алдым ба? Есімде жоқ. 2022 жылы жазған ғой. Сосын орындалғандарын айтайын сіздерге. Шетелге отбасымен бару деппін. Енді ол әлі орындалған жоқ. Көлік алу деппін еще. Қазір өзім оқып таңғалып отырынша ұмытып қалған ғой не жазғанымды. Көлік алу деппін. Оған птичка қойып қойып еще орындалды деп. И сосын почему-то үлкен қалаға көшу деппін да. Мен осыған қатты таңғалдым. Үлкен қалаға көшу дегенде мен всегда енді Алакөл ауданы Алматы облысында тұратындар біледі. Алакөлге, Шаралға жақын, Талдықорған, Алматы, всегда сол қалаларды ойлайтынмын. Үлкен қалаға көшу деген кезде сол қалада тұратын шығармыз. Енді ар кетсе сол қалаға көшетін шығармыз деп ойлайтынмын. Мен вообще Астана туралы білмейтінмін. Міне мынаны мысалы мен 2022-де жазсам, 2023-те 2023-тің қыркүйек айында Асқар айтты. Осылай Астанаға ауыссам қалай, осындай мүмкіндіктер болып жатыр деп. Сөйтіп, осылай Астанаға көшуге шешім қабылдадық. Бірақ мен мынаны Астанаға 2024-те мен жұмыс жасап Шаралда. Ал сол 2024-тің басында Асқар уш кетіп қалған. Біз 2024-тің ортасында жаз айларында көшіп баруымыз керек. Сол көктем айларында мен осы жазған жерін тауып аламын 2024-те. И сол уақытта қатты таңғалғам. Үлкен қалаға көшу. Оказывается, Астанаға көшіп баратынбыз. Сонда мен жазған екенмін ғой деп өз-өзіме сол кезде таңғалдым. Еще Инстаграмға салған болатынмын. Менде осындай болып тұр деп. Осылай таңғалып тұрмын деп. Инстаграмма да бөліскен болатынмын. Енді келесі тағы бір қызық жайтты көрсеткім келген. Мына жерде маңызды 3 арман деппін. Жаңа Фариза Төрәлінің видеоларын көріп жүргенде жазған ғой. Тіс емдету тағы да. Әдемі күлкі, тістерім маржандай деп жазып қойыппын. Сосын шетелге шығу, загранпаспорт жасату деппін. Самолетпен ұшу, шетелге барып жаңа нәрсені үйрену, көру, демалу, лайфхак деп жазып қойыппын. Бұл жерде бір лайфхак айтқан, соны жазып қойған. И ешкімді тыңдамау деп. Қазір шынымен де сол нәрселермен басынан өтіп отырды, сол үшін көріп жатырмын. Ешкімді тыңдамау деп жазып қойған ғой. Қызық. 2024 жылы жазылған. 2024. Бұл жерде орындалғандарын айтып кетейін. Жалпы 17 арман жазып арман мақсаты. Біріншісі мен тестке дайындалып эксперт категориясына өттім. Бұл жерде уже
мен 2023 жылы 2024 жылға жазған ғой. 2023-тің аяғында 2024-ке жаздым, оказывается. Жаңағы Астанаға көшетінімізді білгеннен кейін. Енді бұл жерде былай ғой, жаңағы өткен шақ емес, уже керісінше келер шақ емес, өткен шақпен жазу керек деді. Көптеген подкасттар, сондай нелерді тыңдаймын. Негізі сол кезде білмей кімнен естігенімді солай айтты. Сол кезде жазған ғой, тестке дайындалып, эксперт категориясына өттім деп жазған. Сосын сыныбым аман-есен бітіріп, 11-ші сыныпта грантқа түсті деп жазған. Иә, бұны да сыныбымен бөлістім. Сол кезде қыздарым жылағысы келіп, апай, сіз бізді арманыңызға қостыңыз ба деп қатты неткен болатын. Сен алмады да. Иә, сосын не жазғам? Астананың қақ ортасынан 4 бөлмелі үй алдық деп жазғам. Иә, осы жерде тоже таң қалдым. Себебі біз шынымен де Астанадан 2 бөлмелі үй алдық. Соң кейін YouTube каналыма монетизация қостым. Ол кезде мен YouTube каналыма монетизация қосылмаған болатын. Кем дегенде айына 70-80 мың тауып отырмын деп. Иә, монетизация 2025-тің февралында. Жоқ, монетизация бұрын қосылды, бірақ та мен 2025-тің февралында алғашқы осы енді YouTube'дан зарплатамды алып болатын. Сосын Нүкенді жақсы мектепке орналастырдық деп. Иә, Нүкен қазір өзім қасымда, сол гимназияда оқып жатыр. Сабақ жоспарын жасау бойынша консультациялар беріп жүрмін. Иә, шынымен де консультациялар беріп жүрмін сабақ жоспары бойынша. Ашық сабақтарға көмектесіп жүрмін, педагогия бойынша көмектесіп жүрмін. Үйімізге қоныс той жасадық деп. Иә, жасадық. Ай сайын садақа беріп тұрдық. Енді садақа беру ол сама собой, бірақ мақсат ретінде жазып қойған ғой. Сосын 2024 жылы, мен 2025 жылға қалған мақсат. Бұл жерде де уже орындалғандарын шетінен птичка алып қойған ғой. Жерде енді тек қана біреу орындалған ба? Біреуіне птичка қойыппын. Нүкен 8 жасында туған күнін ойнайтын алаңда өткіздім. Бұл Нүкенге маған айтқаны, Нүкеннің арманы. Нүкен айтқан, жаңа жылда ата-анамен Дубайда Жаңаөзенде өткізіп. Жаңаөзенде оның сүйікті ютубері бар. Аликизет соны айтқан. Сосын Нүкен банан машина алсын деп өзінікін жаздырып қалған ғой. Солай жазғанбыз. Мында жазып қойыппын еще. Айфонның жаңа соңғы маркадағы телефонын Асқар сыйлады. Ақпан наурыз 2025-те деп 2024 жылы жазған ғой. Иә, шынымен де ақпанда мен туған күніме қарсы, туған күнімде жалпы айфонның 16 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, яғни соңғы версиясын сол жаңағы сыйлады маған. Енді 2026-ға да жазған болатын, оны нашқа жаздым ғой. Енді мына болғанды қойық. Бұл жерде